Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зейқұлмет. Бүгінгі біздің тақырыбымыз глим болмақ. Егер естеріңізде болса, немесе білсеңіздер, білмесеңіздер, менің телеграм каналымды бақылап отырсаңыздар, көбінесе барлық осы крипто проектілер глим сайтын қолданып, әртүрлі розыгрыштар, әртүрлі вайт-листер таратады. Бұл жерде енді қысқаша айтатын болсам, сіздер мысалы глимге кіресіздер, глимге кірген кезде әртүрлі тапсырма орындаймыз. Енді тапсырма орындаған кезде мына жерде көріп отырғандарыңыздай Twitter бар, одан кейін Telegram бар, Discord бар, рефералды сілтеме бар, тағы да басқа да нелер бар. Осыны қазір мен сіздермен бірге өтемін, қалай өту керектігін көрсетемін. Онымен қоса сіздерге эксклюзивті былай айтқанда видео. Бұл ақпаратты мен әлі Telegram каналыма шығарған жоқпын. Міне менде қазір Зейқұлмет Flipbot арқылы осы контент дайындап қойдым. Әлі бұл мен основной Telegram каналыма шыққан жоқ. Мен қазір көрсетіп жіберейін. Так, основной Telegram каналыма кіремін. Міне Telegram каналда менде бұл ақпарат әлі жоқ. Как раз осы тапсырманы бірге орындап, сосын барып мен өзімнің основной Telegram каналыма шығаратын боламын. Міне мына менде барлығын дайындап реттеп қойдым, сілтемесін барлығын жаздым. Бұл проект жайлы қысқаша ақпарат беріп өттім. Бұл проект Walken деп аталады. Airdrop таратуда Solana блокчейн арқылы жұмыс жасайды. M2Earn проект, M2Earn дегенді білесіздер. Мысалы, Stepn проект бұл M2Earnға жатады. Жүгіріп жүріп ақша табасыз деген секілді. Бұл бірақ енді Stepnға жете ма, жетпей ма, одан аса ма, аспай ма әлі айту қиын, бірақ сонда да бұл проекттің Twitter парақшасында уже былай айтқанда біраз адам тіркелген. Міне көріп отырсаңыздар, бізде Bybit NFT тіркелген, және мына жерде Orion MDEP деп тұр. Бұның Twitter парақшасына бағана кіріп қараған болатынмын. Twitter парақшасында 900 мың ба подписчигі бар. Былай айтқанда топ-лидер венчурный компаниялармен серіктес па, короче, сонда мен нақты бір әлі толық зерттеген жоқ, бірақ енді өте влиятельный адам. Сол адамдар осы Walken Twitter парақшасына тіркелген. Сол себепті бұл Walkenге кішкене болса да бір қарап қойған дұрыс болады. Мына жақта мен пошагово ақпарат беріп өттім. Бірінші біз сайтқа өтеміз, одан кейін тапсырма орындаймыз, одан кейін сұраққа жауап береміз. Бағанағы глим ішінде бізде сұрақтар қойылады. Сол сұрақтардың жауабын мен уже Telegram каналыма жазып қойдым. Міне жауаптары тұр. 100, KT, FOL 5, Solana 5 деп тұр. Одан кейін жеңімпаз сыйлықтары топ 1-ден 50-ге дейін 12 мың. Осы токенді береді, WLKN деп аталады. Одан кейін топ 51-ден 150-ге дейін 3000 токен, одан кейін соңғысы 1000 токен таратады. Дедлайн дегеніміз бұл бізде соңғы күн, то есть дедлайн дегеніміз осы уақытқа дейін біз тапсырманы орындап тастау керекпіз. Одан кейін барып олар уже таратады. Бүгінгі күнді алатын болсақ, бүгін бізде 4 маусым. 4 маусым суббота күні. Қазақша айтайын, сенбі күні. Міне Walken Telegram каналы, нақты Telegram каналына кіріп, қосымша ақпараттар өздеріңізде алсаңыздар болады. В принципе, болды. Қазір мен сіздермен бірге осы Walkenді өтемін, ал біз видеомызды бастаймыз. Сонымен достар, Telegramдағы сілтеме арқылы сіздер өттіңіздер. Біз осы Walkenге кіреміз. Кірген сәтте әрине сіздерде аккаунт болмаса, сізде мына жақта не шығып тұрады, типа регистрация деген секілді. Өздеріңіздің мысалы Twitter аккаунттарыңыз болсын, немесе тағы да басқа аккаунттарыңыз арқылы осы жерге сіздер с помощью арқылы аккаунт кіресіздер. То есть мына жақта көріп отырсыздар, менде аккаунт тіркелген. Вход как Зейқұлмет деп тұр. Мына жақта варианттар бар: Twitter, Discord, одан кейін через SMS арқылы. Мына жақтан изменитті басып тіркеліп аласыздар. В принципе, бұл жерде особо қатты қиындық жоқ. Мен қазір тапсырма орындап бастаймын. Ең бірінші тапсырма бізде көріп отырғандарыңыздай подпишитесь на Walken Twitter деп тұр. Бұны мен аның үстіне басамын. Одан кейін мына жақтан біз сразу менде тіркелген екен, менде птичка сразу шықты. Сосын бар екіншісі бізде сделать ретвит деп тұр. Ретвитке басамыз. Бізде осы парақша ашылды. Осы жерден біз мына жақта төмен түсеміз де, мына жақтан бізде ретвит дегенді басамыз. Мына жақта шығып тұр ретвитнуть Walken деп тұр. Үстінен басамын. Міне бізде Twitter парақшасын аударды. Осы жерде мен қазір ретвитнуть басамын. Ретвитнуть бастым. Көріп отқандарыңызда менде жасыл жанды. Жанына плюс лайк баса саламын. Одан кейін біз қазір обратно қайтып ораламын. Аны басамын. Типа выполнил деген секілді. Жоғары шығамын. Көрдіңіздер, бізде птичка жанды. Осылай біз барлығын орындап шығу керекпіз. Әрине, бұның барлығын орындасаңыздар
возможность мүмкіндік көп болады. Егер жартысын орындасаңыздар, онда дұрыс болмайды, сіздер по-любому ұтпайсыздар. Мынаяқтан байқаған болсаңыздар, бізде былай айтқанда бізде 3.080.972 адам осы нені толтырған болатын. Сол себепті бұл жерде ұту шансымыз өте аз. Одан кейін бізде міне үшінші тапсырма твитнуть в твиттере деп шықты. Үстінен басамын. Мынаяқта бізде жазылып тұр Walker так объединяет, осындай. Твитнуть басамын. Міне бізде осы жерде дайындалған текст шықты. Осы жерде мен твитнуть басамын. Так, в принципе, болды. Обратно ораламын. Но жерде мен продолжитті басамын. Так, птичка жанды. Келесі бізде выведите адрес своего кошелька Solana деп тұр. Үстінен басамын. Но жерде бізде ваш адрес в Solana необходим для того, чтобы вы могли получить любые награды. Welcome по этой компании. Какой у вас адрес кошелька Solana? Мен қазір өзімнің Solana кошелегіме кіремін. Бұл менде Phantom арқылы тоже ыңғайлы. Так, Phantomның қазір паролін жазамын. Осы жерден мен Solanaның үстінен басамын. И мына жерде біз так внести басамын. Осы адресті мен қазір скопировать копировать басамын. Обратно осы жерге мен қазір қоямын. Адресімді қойдым и все. Бізде қазір птичка жану керек. Птичка жанды. Одан кейін бізде мынаяқта следите за нашим каналом объявлений в Telegram дейді. Тоже Telegram'ды үстінен басамын. Telegram каналға бізді аудардым. Осы жерден подписаться басамын. Каналына тіркелдім. Обратно оралып, мына жақтан продолжить басамын. Барлығы чеки-пуки. Одан кейін бізде присоединиться к серверу Wallet Discord. Тоже үстінен басамын. Үстінен басамын. Discord присоединиться басамын. Мына жақтан бізде добро пожаловать дейді. Чтобы начать общаться, вам нужно выполнить еще несколько шагов дейді. Давайте выполним. Мына жақтан сәл төмен түсеміз. Птичка басамын. Одан кейін отправить басамын. Одан кейін мынаяқта сол жақта нақты қайсысын басатынын білмеймін. Кейде мен біраз аралап шығамын. Кейбір кезде мынаяқта верификация болады, кейбір кезде болмайды. Бір қарап шығамын мынаяқта қосымша ақпараттарды. Алар болсын, оларға лайк басып шығамын осылай. Басамын. Арқа ораламыз да, мына жақтан біз продолжить басамыз. Бізде птичка шықты. Келесі тапсырма бізде следите за нами в Medium дейді. Тоже Medium үстінен басамыз. Бұның барлығын басқан кезде сіздерде осының барлығында аккаунт болу керек. Егер аккаунттарыңыз болмаса, просто регистрация жасайсыздар. Міне осы Mediumға follow басамын. Тіркелді. Одан кейін обратно қайтып оралып, мынаяқтан продолжить басамын. Одан кейін сіздер мынаяқтан достарыңыз шақырсаңыздар болады. Енді бұл не обязательно. Егер достарыңыз осындайды орындайтын болатын болса, осының үстінен басасыздар да. Так, үстінен басамыз да, осы сілтемені біз скопировать етеміз де өзіміздің досымызға жібереміз. Досыңыз орындайды, сізге 3 ұпай түседі. Әрине достар, чатқа жібермейміз. Бізде чатта жарнама немесе басқа сілтеме жіберуге болмайды. Так, жаба саламын. Одан кейін аяқта бізде подпишитесь на нашу новостную рассылку Walken дейді. Үстінен басамыз. Так, подписка жасадық. Келесі бізде аяқта ответьте на вопрос о Walken дейді. Бағана мен бұның жауаптарын өзімнің Telegram каналыма қойған болатынмын. Сол себепті Telegram каналыма кіремін. Осы жерде мен мысалы мың деп жазамын қазір. Мың скопировать алдым. Сайтқа кіремін. Сколько шагов равняется один драгоценный камень дейді. Walken қанша шаг? Бір Walken қанша шаг болады? Мың рет жүрсеңіз сіздерге бір токен береді. Келесі сұрақ бізде из каких слов состоит слово котлет дейді. Так, Телеграмға кіремін. Мына жақтан мен скопировать етемін. Сайтқа ораламын. И, в принципе, продолжить басамын. Так, келесі бізде сұрақ. Сколько категорий редкости в игре дейді. Редкость в игре бізде 5 категорий. Тоже. Келесі сұрақ. Так, на какой блокчейне работает эта платформа? Так, бұл жерде мен былай жазасам, Solana. Отправить басамын. Және соңғы бізде сұрақ на жақтан сколько существует соревновательных лиг дейді. 5 жазамын. Отправить басамын. Тапсырмасын барлығын орындадық. Бізде осы не шықты, осы нені мен скопировать аламын. В принципе, болды.
Енді біз көріп отқандарыңыздай мына жақта мен бір обновление жасап жіберемін. Міне қазір 0 ұпай болып тұр. Бізде қазір 115 ұпай болды. Бізге мына жақта көріп отырсаңыздар day left деген бұл 8 күн қалды. То есть 8 күннен кейін осы не аяқталады. Міне барлығын орындап шықтым. Енді мен қазір өзімнің Telegram каналыма кіремін. Мына жақта мен бағана сілтемесін қойған болатынмын. В принципе болды. Енді мен қазір сіздерге каналға осыны опубликовать ететін боламын. Так, далее. Кстати. Дұрыс, иә. Ладно. Сіздер видеоны қарадыңыздар. Solana адресті қай жақтан алу керектігін білесіздер. Достар, бағана менде видео өшіп қалған екен. Бір уведомление шығып, камерам өшіп қалды. Мен байқамай қалып, камераға мүлдем қарамаған екенмін. Қазір камераны басынан қостым. Так, енді ладно. Камерасы ішінен кетпейді деген ойдамын. Онымен қоса жақта бала жылап жатыр, короче, тез түсіріп үлгерем деген ойдамын. Міне, Telegram каналға барлығын дайындап қойдым. Енді біз қазір опубликовать басамыз. Так, мен қазір далее басамын. Одан кейін опубликовать басамын. И опубликовать үстінен бастым. Так, вроде все. Каналға кіремін. Каналыма кіремін. Каналыма менде шықты. Барлығы чеки-поки. Сіздермен осыны орындадым и каналыма шығардым. Міне, сіздердің алдарыңызда мен глимде өттім. Глимде сіздер осылай өтесіздер. Ешқандай қиындық жоқ. Через компьютер арқылы өтсеңіздер болады, через телефон арқылы өтсеңіздер болады. Маған келетін болсақ, мен соңғы кезде телефон арқылы көп қолдана бермеймін. Барлық тапсырманы через компьютер арқылы жасауға тырысамын. Себебі менде қазір соңғы кезде көзім өте қатты ауырып жүр. Онымен қоса білесіздер ме, білмейсіздер ме? Білсеңіздер білесіздер, білмейсеңіздер білмейсіздер. Мен жайлы ақпаратты. Сол себепті достар, міне қысқаша сіздерге осындай глим тапсырмасын орындадым. Whitelist болсын, осында giveaway болсын, барлығы осы глим сайтында шығып отырады. Егер сіздерге қосымша сұрақтар туындап жатса, лайк басамыз, комментарий жазамыз, каналға подписка жасаймыз. В принципе, болды достар. Сіздерден болған мен Зейх Умет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымызға чики-пау.